Мен С-19 тобының студенті Өмірәлі Айдос. Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдық мерей тойына орай ұйымдастырылған байқауда Әл-Фарабидің нақыл сөздері өлеңдері. Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл-ой айқын, ерік-жігері зор, тілек мақсаты ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге талап жолында болуы шарт. Жай ләззат іздеу, кәсіп қылмауға ұқсас әрекет орнында болмасқа керек. Бауырың қанша сүйгенмен өлеңі, бауырың қанша сүйгенмен, өтеді өмір күйбеңмен, шындыққа бастық ауылып, пенделіктен бұл аулақ, жататын ләйін жаңғырып, бұл ғұмыр емес мәңгілік, бір опа мына заманда бақыл боп кетер адамды, жұрт күлем күнін көп қызық, жібері зая өткізіп. Бұл челленджді А-19 тобының студенті Сейіт Азизаға жолдаймын. Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына орай СБ-19 тобының студенті жолдаған челленджді қабылдадым. Қашықтасын туған жер қалың елім. Қашықтасын туған жер қалың елім. Небір жер болдырып жарау деген. Шаршады мен қанатым талды менің. Шаңқы жолға сарылып қарау менен. Кері оралмай жылдарым жатырағып. Қасіреттің жасына көз жуынар. О неткен, көп неткен ақымақың. Құм сықылды тез ысып, тез суынар. Бұл челленджді МК-19 тобының студенті Абдухманов Ұланға жолдаймын. Мен МК-19 тобының студенті Абдухманов Ұлан Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына орай АС-19 тобының жолдаған челленджін қабылдадым. Осыған орай сіздерге Әл-Фарабидің өлеңдерін оқығым келіп тұр. Тіршілікте құрыштай болып төзімді, сан мәртебе алса дағы өзіңді. Тағдырыңды еш уақытта жазғырма, өрге жүзген өнегелі ісімен, таңдады ал дос өз теңінің ішінен, жүргендер көп достық атын малданып, алайда тек қалма аған алданып. Бұл өлең ақыл парасат адамның ойлауына, пайымдалуына, ғылым мен өнердің қыр-сырын ұғынуға, жақсы қылық пен жаман қылықтардың ара шегін ашуға көмектесетін күш.